артық ақшаңыз бар еді, Аллах Тағала біреуді, мұқтаж біреуді сізге жіберді, келіп жайтын түсіндірді, мұқтаждығын шешіп бердіңіз мысалы. Ешкім көрген жоқ енді, екеуіңіздің араңызда ғана болды деген сияқты. Ана кісі рахметін айтып кетті, дұғасын жасап. Сол кезде сіз өзіңіз сондай жеңілденіп қаласыз. Ананың мұқтаждығын шешіп бердіңіз ғой. Қиналып тұрған кезінде, барар жері жоқ, әбден басы тасқа тірелген кезінде келіп сізге келді. Сіз шешіп бердіңіз. Алла разы болсын істедіңіз. Ешкім көріп тұрған жоқ оны. Сонда бір жеңілдік болды сізде сол кезде. Аяғыңыз жерге тимей, рухыңыз қуанып, бір үлкен бір таудай бірдеңе істегендей бір қуанып кетеді рухыңызда, шаттанып. Ләззат береді Аллах Тағала сол кезде сізге. Ол ләззатты басқа кезде ала алмайсыз оны. Онда ләззат сол кезде ғана берілетін нәрсе. Алла үшін істелінген кезде, ықыласпен істелінді ме, сол кезде ғана беріледі. Енді біраз уақыттан кейін сол ләззатты сағындыңыз да сіз. Тағы да бір сосын ләззат сезінейінші дедіңіз да. Ол кезде бір 10 000 теңгемен шешіп берген едіңіз ол біреудің проблемасын. Енді барып 20 000 теңге бердіңіз да, біреуге садақа беріп та. Бірақ дәл сол кездегідей ләззат болмай қалды да. Дейсіз, өткенде басқаша болып, аяғым жерге тимей ұшып кете жаздаған едім. Енді бұл өзгеріс болмай қалды ғой. Не болып қалды деп ойланып қаласыз да. Осы жерде ғалымдар айтады да енді. Не үшін ләззат берілмеді саған білесің бе дейді да. Не үшін десе, сен бірінші істеген кезде Алла разы болсын істедің. Екінші рет істеген кезінде сен ләззат үшін істедің дейді. Сен ниетің өзгеріп кетті сен. Көрдіңіз бе? Ләззат алайын деп істедің сен. Алла разы болсын деп істеген жоқсың екіншісіне дейді. Ықыласың өзгеріп кетті сен. Қашан Алла разы болсын істелінген кезде ғана ол ләззат беріледі да. Өте үлкен нәрсе бұл жерде. Ол бірден бір қабыл болғанның белгісі де ол. Кез келген құлшылықта да осылай болады. Сол құлшылықты істеген кезіңізде рахаттанып, сол жерде жеңілдік сезініп, Аллах Тағаламен тікелей тілдесіп тұрғандығыңызды сезініп, соны сезінген кезіңізде ол ләззат беріледі сізге.